Шырылдаған телефон тұтқасын көтеріп едім, арғы жағында Айсамал ағыл-тегіл жылап тұр. Не боп қалды деген сұрағыма жауап бере алар емес. Өксігін тия алмай тұр. Құрман аға, тез келіңізші, мекен-жайды WhatsApp-қа жазып жіберемін деп айтуға ғана шамасы келді де телефонын қоя салды. Бір қалада тұрсақ та немере қарындасымды көрмегелі қай заман. Өткенде Айнабұлақ шағын ауданынан несиеге бір бөлмелі пәтер алды деп естігем. Жеңгесімен соңғы рет сөйлескенде күйеуінің оңтүстік Кореяға жұмысқа кеткенін айтыпты. Лифтісі әлі іске қосылмаған 9 қабатты жаңа үйдің соңғы қабатына әрең көтерілдім. Есік ашық тұр екен. Айғай-шу, ұрыс-керіс байқалмайды. Бірі 4-ге, екіншісі 3-ге толған Дияр мен Дамир ойнап жүр. Ыдыс-аяқ жуып тұрған Айсамал мені көрген бетте бас салып құшақтап, солқылдап жылай бастады. Құрман аға, шешем қанымды ішіп бітті. Өзіңіз білесіз ғой, 10 жасымда әкеммен айырылысты. Кім көрінгеннің пәтерінде тұрдық. Соңғы кезде үйге неше түрлі еркекті ертіп келуді шығарды. Жұмыс істемейді, көршілермен ұрысады. Осыдан бір апта бұрын айфонымды ұрлап кетті. Пышақ сілтеп қорқытты. Содан кейін есікті ашпайтын болдым. Қайдан табатынын білмеймін. Біреулерді осында жібереді. Ол белгісіз адамдар әкімдіктенбіз, полициядамыз деп күндіз-түні мазан алады. Қастарында маманым барын білем. Ашпаймын. Ақыр болмағасын полиция шақырамын деп қорқыттым. Бәрібір қоятын емес. Көршілерге барып, қызым үйден қуып жіберді. Жейтін тамақ беріңдерші деп қайыр тілеп жүр. Ринат бір достарымен Кореяға жұмысқа кеткен. Күнде қорқып жатамын. Алыста жүр ғой. Жолдасыма мына жағдайды айтқым келмейді. Бірақ ол да онсыз да шешемнің қандай екенін біледі. Маман қайда қазір? Шатырда. Шатыры нес? Шатырда тұрады. Оның шатырда тұратынын көршілердің WhatsApp чатынан білдім. Біздің шатырда Карлсон әйел пайда болыпты деп күнде жазады. Қызы қаңғыртып жіберіпті деп мені де тілдеп жатады. Пәтерден шығудан қалдым. Тысқа шықсам, саусақтарын шошайтып, бір-біріне мені көрсетеді. Бұл үй ипотека бойынша алынған. Көбі өзіміздің қазақтар. Сөздері таусылмайды. Мазалағаным ма ренжімеңізші. Сізге айтпағанда кімге айтамын? Елден ұят болды. Мамамды алып кетіңізші, дедім. Айсамалды бұдан әрі тыңдап тұра алмадым. Шай іш дегеніне қарамастан шатырға бір-ақ шықтым. Әпкем астына қысқы курткасын салып қойған. Бұрқыратып шылым шегіп отыр. Құрылысы толық аяқталмаған үйдің шатыры шаң-тозаң, терезелері орнатылғанмен бір жерден жел өрлеп тұр. Әпкем менің келетінімді күтпеген, аяқ асты пайда бола қалғаныма таңдана қойған жоқ. Құрмашым-ау деп бетімнен сүйді де, сені ана сучка шақырды ғой, я? Бұзылған неме. Күйеуі Кореяда, ал ол болса балаларын ұйықтатып тастап жігіттеріне кетеді. Менің қоқыс жәшігінде жатқан пакеттерден көз алмай қарағанымды байқап, Құрмаш, мені мусордан тамақ жүр деп ойлайсың ба? Адамдар кейде қоқысқа байқамай ақша тастап кетеді. Мен ақша іздеймін. Айсамал үшін жұмысқа да шыға алмай қалдым ғой. Осы шатырда да қызым мен немерелерім үшін тұрып жатырмын. Сырттарынан қарап жүремін. Желігін күйеуіме айтып қояды екен деп қуып шықты ғой. Анар, қалған әңгімеңді содан кейін айтасың. Жинал кеттік. Қайда барамыз? Біздікіне. Жарайды. Гүлназ бен Гүлбахар үлкен қыз болған шығар. Оларды көрмегелі қаршы болды. Заттарым сөмкемде. Қолым аламда кете берем деп балаша мәз болып жинала бастады. Анар шылымды шегетін болыпты. 9-шы қабаттан түскенше 3 талын тартып тастады. Мен оның бірде-бір сөзіне сенгенім жоқ. Айжамалдың бейәдіптілікке бармайтынын білемін. Осыдан жарты жыл бұрын әпкем түнделетіп
2-3 рет келіп кеткен еді. Әр келген сайын бұл жездең жақында үйленеміз деп бір еркектерді ертіп келген. Соңғы рет келгенде енді келуші болма деп қатты айтып шығарып салғанмын. Анар менен бар жоғы 2 жас үлкен бөле әпкем. 6 сынып оқып жүргенде біздің қолымызға келіп тұрды. Әжем марқұм бірдеңе көшіріп алып келгенді. Анасы Шекер апай шешемнің туған әпкесі еді. Біздің ауылдан 50 шақырымдай жерде Қопа деген ауылда тұратын. Әкесі Берікбол аға арақты қатты ішетін. Ұзақ жылдар совхозда трактор айдаған. Үйдегілердің айтуынша жас күннен жынды соға жақын болыпты. Совет үкіметі құлап, жұрт жаппай жұмыссыз қалғанда араққа тіптен салынып, үйіндегісін тасып ішуді шығарыпты. Ет дейсің бе, ұн дейсің бе, қысқасы қолына түскенін алып сатарларға апарып, араққа айырбастай берген. Онымен қоймай, отбасының берекесін алып, қатыны мен кішкентай Анарды да ұруды шығарған. Біздің үйге талай қашып келуші еді. Кейде көрші аудан орталығы Сарқанттағы қайын жұртына барып жататын. Анамның айтуынша, күйеуінің таяғынан шаршаған Шекер апай әскерден келген ұлына көзінің жасын көлдей ғып мұңын шағыпты. Әңгіме былай болған ғой. Бөле ағам әскерден келгенде ауылдың жігіттерімен аман-есен оралғанын тойлатады. Ол думан бірер аптаға жалғасады. Содан шешесі байғыз: балам, мына арағың не? Әкеңнің ішкені аз ба? Сені 2 жыл әскерде болғаныңда әкең көрсетпегенді көрсетті деп бар көрген қиянатын жайып салады. Бойында шайтан суы бар, оты бар Жомарт әкесімен байланыса кетеді. Берікбол аға да қызып алған. Ұлымды өзіме айтып салғаның не деп Шекер апайға жүгіріпті. Араққа тойып алған әкелі бала төбелесіп, соңы өліммен аяқталады. Жомарт әкесінің басын балтамен шауып тастапты. Содан әскерден жаңа келген Жомарт 10 жылға сотталды. Ағам үйдегілермен хат алмасып тұрды. Бірақ түрмеден шығатын жылы түсініксіз жағдайда қайтыс болды. Ал Шекер апай көшіп келген жылы бір түсініксіз ауруға шалдықты. Апталап, тіптен айлап кісі баласымен сөйлеспей, меңірейіп отырып алуды шығарды. Талдықорғанға барып дәрігерлерге көрсеткенде жүйке жүйесі бұзылған. Миында ауытқу бар деп ауруханаға жатқызды. Бірақ ем қонбады. Алғашында жазылғандай болғанымен, бірер айдан соң тіпті дерті қозып жындыханаға қайта түсті. Әкем мен туған жылы дүние салыпты. Әкемнің туған туыстарын ер жеткенше көрмедім. Неге екенін білмеймін. Әжем жарықтық шешеме олар жайлы айтуға тыйым салатын. Көнбіс шешем анасының айтқанына салмайтын. Бір әкеден тараған Шекер әпкесі екеу ғана. Сондықтан әпкелі сіңлілердің балалары бөледе емес, туған бауырлардай. Бір үйде бір-бірімізге жақын өстік. Анар туған әпкем Нұргүлмен түйдей құрдас өскен. Бетін қан сөлі жоқ мүсәпір қыз айналасына үрке қарайтын. Не екенін білмеймін. Нұргүлге емес, маған жақын болды. Екеуміздің төсегіміз қатар тұғын. Ата-анасы мен ағасын ойлап түнімен жылаушы еді. Оның үстіне қуығы ұстамай үнемі бұтына жіберіп қоятын. Таңертең әжем ылғи тұра сала Анардың көрпесін жұлып алып, ой шыжың қаншығай, тағы да бұтыңа істедің бе? Үйдің бәрін сасыттың ғой. Ағасы туған әкесін өлтірген қаны безі. Өзі дардай қыз болса да бір шыжың кегір. Марқұм әкесі алқаш еді ғой. Алқаштан қайбір оңған бала туышы еді деп үйді басына көтеретін. Анар әрбір таңды қорқынышпен атыратын. Одан қалса Нұргүл шыжың деп балалар өзіміз қалғанда үнемі мазақтайтын. Анар Нұргүлге қарсыласа алмайды. Нұргүл әжесінің баласы болып өсті. Қайбір жылы Анар, Нұргүл үшеуміз қолымызға гүл алып мектепке бардық. 1 қыркүйек біз үшін қуаныш. Өйткені жаңа киіммен мектепке бару өзінше бір мейрам. Әйтсе де анам үнемі бір өлшем үлкен киім алып беретін.
жылда жаңа киім алуға ақша жоқ. Келер жылы да киесің осыңды деуші едім. Баласың ғой. Ол сөз қаперіңе кіріп шықпайды. Бірақ сол жылы ол киімдерін тоз-тозын шығарып тастайтынбыз. Бірінші оқу күні оқушылар сабақ оқымайды емес пе? Салтанатты жиыннан кейін ойнақ кетсе керек, балалардың соңынан Анар екеуміз оқулық алмақ болып кітапханаға келдік. Кітапханашы Қадиша апай мен неден жуушы Раушан тәте бейқам шай ішіп отыр. Қызу әңгімеге кірісіп кетіпті. Кітаптарыңды өздерің тауып алыңдар деп дастархан басынан қозғала қойған жоқ. Әсілі, әйел заты өсекші келеді ғой. Әсіресе біздің ауылдың қатындары. Үлкен кішіге қарамай өсектейді. Әңгімелері бір үзілгенде көздері Анарға түсті. Байқұс қыз-ай, биыл да анау Нұргүлдің ескі құсқысын киіп келіпті ғой. Нұрайша кемпір үйінде Анаржанды күң сияқты ұстайды дейді көрші-қолаңдар. Жетім қыздың үкіметтен беретін жәрдемақысын өзіне жұмсаса қайтер еді. Балқиясының ұл-қызын шырттай киіндіріп, бұл бейшараны қалай болса солай мектепке жібереді. Қадиша апайдың бұл сөздерін Раушан тәте қамшы салдырмай қолдап кетті. Нұрайша, жетімнің үкіметін беретін аз ғана жемсауымды толтырам деп ойлайма. Төрінен көр жақын ғой. Неге балаларды бөледі екен? Балқия да шешесіне айтпай ма екен? Ол қатынға да өз балалар ғана керек қой. Екі әйел енді шешемді сыбай бастады. Анам жайлы ғайбат сөздерді тыңдап тұра алмадым. Жүгіріп тысқа шығып кеттім. Артымнан Анар да ілесті. Тоқта, құрман, тоқта дейді. 1 минутта кідіргем жоқ. Үйге асығып барам. Барлығын анам айтып бергім келеді. Тілі аша елдердің жазасын шешем беру керек. Деймін іштей болып. Неге екенін анама араша түсіп, анау өсекшілердің аузын жаппадым деп өзімнің жасықтығыма жыным келді. Анар мені орта жолда қуып жетіп алды. Ентігім баса алмай, жыламаш, құрман, жыламаш деп мені бас салып құшақтады. Анар, аналар айтқандай мамаң жаман адам емес. Саған жоқшыл, жаманшылығы жоқ деймін деп даусым дір-дір етіп. Әрине, тәтем жақсы адам. Қазір өмір сүру қиын ғой. Ақшаны үнемдеу үшін, тамақ алу үшін Нұргүлдің формасын кигізеді. Онда тұрған ештеңе жоқ. Нұргүлдің дене бітімі менен үлкен болғандықтан, оның былтырғы киімдері маған шақ. Егер Нұргүлдің бойы менен кіші болғанда, менің киімімді ол киетін еді деп Анар жылы шыраймен езу тартты. Я дегендей басымды изеп. Анарды мен де құшақтай түстім. Бір кезде көз жасымды сүртіп, өлі әпкеме қарасам, үстіндегі Нұргүлдің былтырғы мектеп формасының өңі кетіп қалыпты. Кітапханашы апайдың сөзі есіме қайта түсті. Көзіме тағы жас үйірілді. Анар келесі жылы оқу жылында мамам саған міндетті түрде жаңа киім-кешек алып береді дедім. Әрине алып береді. Тек сен тәтеме кітапханадағы әңгімелерді айтпа. Айтпаймын деп уәде бер. Әпке мені тағы да құшағына алды. Көзді ашып жұмғанша оқу жылы да аяқталды. Мен 6-шы, Нұргүл мен Анар 8-ші сыныпты бітірді. Алда ең ұзақ жазғы демалыс. 1 қыркүйектен кейінгі оқиғадан соң үлкендердің Анарға деген көзқарасын бақылаумен болдым. Әжемнің Анарға деген салқын қабағынан биыл да жаңа мектеп формасын алып бермейтінін аңғардым. Сол жазда ауылға Талдықорғаннан темір тесек алатындар келе бастаған. Олар алюминийдің келісіне 20, мыстың әр келісіне 50 теңге береді. Ауылда бала біткен совхоздың ескі гараждарынан бастап көл-қоқысқа дейін апарып, алюминий мен мыс жинауға кірісіп кеткен. Биыл Анар қайткен күнде де 1 қыркүйекке жаңа киіммен баруы тиіс.
Жалынып жүріп, бөле әпкемді темір-терсек теруге көндіріп алдым. Нұргүл бізге қосылмады. Ол анама ілесіп, Үштөбеден келген корейлердің жуасын шөптеуге кірісіп кетті. Анам екеуміздің жазғы жұмысымыз ауыр болған жоқ. Мамам мен Нұргүл сияқты шыжыған күннің астында арам шөппен алыспаймыз. Түске дейін темір-терсек іздейміз. Кешке таяу үйге ораламыз. Мен бірден естіп қоймасын деп табын келмей бұзауларды іздеп шығамын. Ал Анар кешкі тамақты әзірлеуге кірісетін. Ауыл аймақ болып, қу тебірдің соңынан түскесін көп кешікпей жердегіні тауыстық. Бірақ ешкімнің миына кіріп шықпаған ой маған келді. Ол жылдары электр жарығы мүлде өшіп қалған болатын. Аудан орталығы Қапалдың өзі де жазықсыз еді. Бағаналардағы сым темірлерді алу керек дедім бір күні Анарға құпия жоспарымды ортаға салып. Ол бірден келісе қоймады. Бәрібір сым темірлер бағанада бос ілініп тұр. Басқалар сыпырып кетпей тұрғанда алып алайық деп қояр да қоймай көндірдім. Бірақ бағаналарға сен емес, мен шығамын деп шарт қойды әпкем. Ондағысы биіктен құлап, бір жерін жарақаттап алама деп алаңдағаны ғой. Менің ойым Анардың соры болды. Биік бағанадан құлап, жамбасын сындырды. Анарға ота жансүгірде жасалды. Онысы дұрыс жасалмай, Бейбақ әпкем Талдықорғандағы облыстық ауруханада тағы да пышаққа түсті. Сол кезде жындыханада жатқан Шекер апай кенеттен дүние салды. Өз жанымен әуре болып жатқан Анар шешесімен қоштаса да алмады. Қара жамылған Анардың көңілін аз да болса көтеру үшін оны жаңа мектеп формасы үшін жаздай темір мен терумен болдым. Үйдегі су тасып жүрген 2 тюраль алюминий флягты ұрлап алып шығып сатып та жібердім. Оным үшін шешемнен оңбай таяқта жедім. Туған бауырымды жақсы көретін бөлеме қуаныш сыйлай алмадым. Талдықорғанда ұзақ емделген Анар алдағы оқу жылына тағы да Нұргүлдің ескі киімін киіп барды. Анарды үйге ертіп келгенімде әйелім мен үлкен қызым жақтыра қоймады. Дастархан басында отырмыз. Гүлбахар әр нәрсені бір айтып отырғаны болмаса, басқа ешқайсымыз тіс жарғамыз жоқ. Келіншегім сәлден соң қыздарды ертіп басқа бөлмеге кетіп қалды. Анар қомағайланып тамақ ішіп отыр. Енді ғана байқадым. Самайына ақ түсіп, көзінің астында ісік пайда болыпты. Үстіндегі киімі кір. Анар, неге жалаң аяқ жүрсің деп сөз бастадым. Нәскем жоқ деп ойлайсың ба? Аяғым ісіп кете береді. Содан кейін аяқ киімім қысады. Әдейі шешіп тастағым. Шекесі тырысып, дауысы шаңқ етіп шықты. Бұрын білде-бір компанияның сәулетшісі едің. Мына түріңне жанашырлық таныта сөйледім. Ақыл айтпашы. Еркіннен бекер ажырастың. Жақсы жігіт еді. Жұмысы, үйі бар. Құрман, қойшы. Сен оның қандай екенін білмейсің ғой. Шешесінің сөзінен шыға алмайтын сараң болатын. Енем 10 жыл қу жетім деп өмірімді ойран етті. Айтшы, кім әке шешесінің қалтасына салып жүреді? Енді еркінен ажырасқалы міне 16 жыл болды. Неге қайта тұрмыс құрмадың? Қазір дұрыс еркек бар ма? Тауып берші, қазір-ақ үйленейін. Сен менің басымды қатыру үшін үйіме алып келдің бе? Тыныш отырып тамақтанайыншы. Жақтырмай қабағын шытып, көзін алып қайта қарады. Не айтарымды білмей, тілімді тістедім де қалдым.
Қарсы алдымда мүлдем басқа Анар. Мен білетін әпкем қайда. Менің адал ниетімді түсінер емес. Соншалықты өресі тар, көкбеттігі жоқ еді ғой. Өзімді итиіп отырған бір сүйкімсіз адамдай сезініп, орнымнан тұрып кетіп қалдым. Анар біраздан кейін барып дастархан басынан тұрып, 2 қытайлы сөмкесімен киім-кешектерін шығарып, мен отырған бөлменің ортасына шашып тастады. Үйдің үшін жайма базарға айналдып жібергенін іштей жақтырмасам да, оныны білдіргем жоқ. Жыртылған, әбден кір болып кеткен киімдерін сұрыптап отыр. Біразын апарып кір жуғыш машинаның ішіне салып қойды. Тым еркін. Үстел үстіндегі Гүлназдың смартфонын шұқылап, бір музыка қосып қойды. Біраздан кейін диванға келіп, қасыма жайғасты. Құрмаш, мені бұл өмірде ешкім шын жақсы көрген жоқ. Анар, қойшы болды, қиялы әңгіме бастаймай. Өзің сияқты Нұргүл де жалғыз, күйеуінен ажырасып кеткен. 3 баласын асырап жүр. Әйтеуір пәтер жалдап болса да күн көріп жүр. Сен бір Айжамалға қарай алмадың. Жүрісің мынау. Нұргүлге сен қарайласасын. Ал сен менің қызымның қолына 1000 теңге ұстаттың ба осыған дейін? Сені осы қалаға тартқан, жұмысқа орналастырған кім? Менің Жомарт ағамның достары. Осы әңгімеңді қойша, егер мен өзім еңбек етпесем, Жомарттың достары баяғыда-ақ жұмыстан шығарар еді. Жүзімді суытып, жақтырмай жауап бердім. Иә, бір өзің жеттің, өзің толдың. Сені бүгіннен бастап мықты бек деп атаймын. Көзі қанталап кеткен Анар кекете тіл қатты. Бағана ғана әпкемнің азған-тозған өмірі жаныма батып еді. Енді мүлдем басқа күйдемін. Қызының бағана айтқан сөзі рас боп шықты. Бұның бақытсыздығына өзгелер кінәлі екен. Өз өміріне өзі қас, ақылы таяз, кеудемсоқ есірікке айналып кеткен. Көкірегімдегі уайым жоғалып, оған деген жек көрініш билей бастады. Шегер тәтем жақсы адам еді. Өмірін соңына дейін ауыр індетпен күресіп, дүние салған байқұс шешемнің атын мейірлене айтқанда көңілім босап кетті. Шешем сені өз қызындай жақсы көрді ғой. Иә, білем, сен де сондай болғансың. Ал анау қақбас кемпірді жек көретінмін. Сен қаншық менің қызымды жұттың деп ұратын. Сонда менің жазығым не? Құрмаш, айтшы. Ой, сен де бір, Анар, өткенді қайтесің бықсытып. Бүгін мен өмір сүрші. Ол кез өтті, әжем қайтыс болды. Құрмаш, сен білмейсің ғой. Ал мен оның маған неге өш болғанын білетінмін. Әкемнің де, шешемнің де, Жомарттың да өліміне сол қақбас кінәлі еді. Ренжіме, сен енді бұдан жолы таза қудың дедім. Жоқ, соңына дейін тыңдашы. Бәрі сол кемпірдің келуінен басталды. Папам 1 айда ішпей жүрген. Әжем өзі арақ берді сол жолы. Мамам шекер тәтем сияқты жуас емес еді ғой. Күйеу балаңызбен стакан соғыстырып отыруға ұялмайсыз ба деп ұрысты. Сосын ашуланып бөлмесіне барып жатып қалады. Содан кейін папам қарызға 1 бөтелке арақ алып келді. Екеуі тағы да ішті. Әжем папама, анау қатыныңа не болған тіпті жақтырмайды деп. Күнде келіп жатқаным жоқ, осы үйдің еркезігі емессің бе, барып тұрғыз, дұрыстап шай берсін, деді. Алқаш деп сені адам санына да қоспайды деші. Құдайдың ризашылығын ерімнің қабағында дейтін қатындар қазір жоқ. Мамам ақайрап салды. Содан айғай-шу басталды. Папам мамамды ұра бастады. Сол кезде Жомарттың да келе қалғаны бар емес деп. Әжем басқаша сайрай жөнелді. Жомарт-ау, мына Алқаш екеңе қой демейсің бе? Байқұс қызымды өлтіретін болды ғой деп ойбайға басты. Сосын арғы жағын өзің білесің. Түнді ұйқысыз өткіздім. Дөңбекшіп жаталар емеспін. Анардың бағанағы әңгімесінен кірпік қағып айқастыруға мұрша берер емес.
Ақыры күн ұясынан көтерілді. Сол кезде ғана маужырай бастадым. Бірақ жұмысқа баруым керек. Жоқ, бүгін демалыс қой. Кеше күн жұма болғаны есіме түскенде мазамды алған ауыр ой ұйқыға жеңіліп, көзім ілініп бара жатты. Сол жатқаннан түсте ояндым. Әйелім кешегідей емес, қабаға шыңғып, тез жуынып кел, шай ішкелі жатырмын деді. Анар да шайдары. Душқа түсіп шыққаны көрініп тұр. Алайда кеше жуған таза киімін кимепті. Құрмашжан деді. Атымды атамай еркелетіп. Мен кетейін. Қорықпа, шатырға бармаймын. Айсамалдың да мазасын алмаймын. Өзі білсін не істесе де. Сен кеше біздің үйде біраз тұр дедің. Олай болмайды. Жұмысқа шығамын. Қазір жұмыс көп қой. Көлік жуушы болып та жұмыс істедім. Білесің ғой мені. Бала кезден-ақ жұмыстан қашпаймын. Айтпақшы, намаз оқығым келіп жүр. Шіркін, мешіт салса ғой. Бір имамға үйленген дұрыс деп ойлаймын. Мешітте ақша көп болады екен. Осы Алматының талай мешіттерінде қондым. Ол жерде жақсы адамдар көп. Тамақ, киім-кешек те береді. Ұйқым дұрыс болмағандықтан ба, басымның мың-дыңы шығып, түк те түсіне алмадым. Әйтеуір, іштей кетемін деген құптап тұрмын. Әйелім де емес. Анар кеткелі арада 2 апта өтті. Телефонымды жоғалтып алдым деген еді. Бәрібір бір үмітпен бірнеше рет хабарластым. Ала алмадым. Қараша соңы қарға ұласты. Күн суытты. Аяғына киіп жүргені жазғы аяқ киім еді. Қайда жүр екен? Өткенде тергеуші де сұрақтың аяғына алып, аяғында құр ақылды айтып жібергенімдей болдым. Ішіндегісін айтып ақтарғысы, сырласқысы келді. Ал мен болсам іштей жиырылдым да қалдым. Қолына 3000 теңге бердім де қоштасуға асықтым. Айсамалға хабарласып едім. Аға, ойымдап қайтесіз? Ол өлмейді. Өзі сияқты біреулерді тауып алып, солармен жүрген шығар деді. Мен қазір Айсамалды да түсінуден қалдым. Әрине, өзімді де. 11-ші сыныпты бітірген жылы Талдықорғандағы құрылыс колледжіне түскен едім. Анар қалаға үйренгенше 1-ші жыл біздің қасымызда бол деп жатақханаға жібермей қойды. Жездем екеуі жарасымды шу. Айсамал қуыршықтай сүп-сүйкімді бала. Еркін ол кезде аға лейтенант. Қаланың сыртындағы әскери бөлімде қызмет етеді. Жұмысынан кеш келетін. Әпкем екеуміз жездеме арнап тамақ әзірлейміз. Айсамал болысқандай болып жүреді. Анар екеуміздің әңгімеміз бітпейтін. Назардан тыс қалып қалған Айсамал балконнан қуыршағын лақтырып жіберіп, алып кел деп жылайтын. 4-ші қабаттан жүгіріп барып әкеліп беремін. Қуыршағыңды енді лақтырсаң, балконнан өзім секіріп кетем деп күлетінмін. Секірме, сені кім көтеріп келеді дейтін. Менің шамам жетпейді, ал мама тамақ істейді дейтін. Біз күлетіміз. Ол бір тамаша күндер еді. 1-ші курста жақсы деген бағаға аяқтаған мен колледжді өз еркіммен тастап Алматыға кетіп қалдым. Шешем ауырып жұмыс істеуіме тура келді. Анар мен Еркіннің айырылысқанын үйдегілерден естідім. Дәлірек айтқанда әжемнен. Анамның халін білу үшін жұмыстан 2-3 күнге сұранып келген болатынмын. Кешкі ас үшінде әжем Талдықорғандағы қыздарға соқпадың ба деді. Жоқ, 3 аралдың автобусымен тіке өтіп кеттім деп жауап қайырдым. Анар әпкең байымен ажырасып кеткен деп қойып қалды. Әжемнің сөзіне сене алар емеспін. Сұраулы жүзбен анама қарадым. Қайта-қайта жөтеліп, анам маған да бұрылды. Тіл қатқан жоқ. Өкінішке орай солай болды деген жазулы жанарынан оқыдым. Әпкең жұмысында бастығымен әуе болыпты. Жатыры қағынған ғой. Алғаш әкесінің қарындасы да Дидәку еді. Қан деген жібермейді екен ғой, деді әжем. Тәбетім қашып орнымнан тұрып кеттім. Біз тұрып жатқан Шаңырақ ықшам ауданында жер үйлі ғана. Рысқұлов көшесінде көп қабатты үйлерді көріп, Анар қай шатырда тұрып жатыр екен деп ойлауды шығардым. Онымды
күні әйеліме айтып едім. Шындап кенді іздеп Алматының барлық шатырларын шығып жүрме деп күлді. Анар қыстың соңғы айы ақпанда бірақ табылды. Бөлім меңгерушісі Маргарита Сергеевна мені жылы қарсы алды. Психикалық сауықтыру ортағының аурасы ауыр екен. Дәрі иісі сіңіп кеткен дәліздерде адам қарасы көп емес. Тек мейірбикелердің жетектеуімен емделушілерді көзім шалды. Маргарита Сергеевна кәдімгі аурухананың дәрігерлеріндей жеке кабинетіне қабылдаған жоқ. Бір диван ғана тұр, арнайы бөлмеге алып кірді. Сіз Анардың кімі боласыз, інісім? Туған жоқ, бөлесімін. Медбикелер сөмкесінен сіздің визитканы тауып алыпты. Осыдан 2 апта бұрын бізге өте ауыр жағдайда түсті. Көше кезбесіне айналып кеткен ғой. Қайда? Құдай айдап әпкеңіз Қазбек би көшесіндегі ауруханаға барып түсіпті. Беліне шағымданыпты. Құжаты болмаған соң ол жақтағылар қарамаған. Әпкеңіз айғай-шу шығарып, қабылдау бөліміндегі медбикеге қол көтеріпті. Терезенің айнерін сындырған. Олар арнайы бригадамен осында алып келді. Қазір қалай? Қазір жақсы. Жағдайы қалыпты. Әзірге толық диагноз қойғанымыз жоқ. Әпкеңіз кеше ғана ауруға шалдыққан жоқ. Басынан қандай да бір қиын жағдай өтіп еді. Мен қысқаша Анардың өмірін баяндап бердім. Бала кезінде психикалық травма алған. Сол кезде психологқа апару керек еді. Соңғы рет көргенде жүріс-тұрысы сөзінен не байқадыңыз? Желігі басылмай кетті ғой. Аузымнан бұл сөздің қалай шыққанын байқамай қалдым. Сіздер еркектер ондайды кешіре алмайсыздар. Намыстана қаласыздар. Дәрігердің бұл сөзін жақтырмадым. Оның бетіме шығып кетсе керек, Маргарита Сергеевна қоштаса бастады. Ұзақ жатама дедім. Бізге осы айдың 6 күні түсті. Толық бір ай емделеді. Содан кейін дәрілер беріп, отпускіге жібереміз. Аптасына 1 рет кеп тұрасыз. 2 аптадан кейін жағдайына байланысты көреміз. Қазір медбикені жіберем. Әпкеңізбен жолықтырады. Сау болыңыз деп кетіп қалды. Теледидардың дауысы шығып тұрған бөлмеден қалың көзі кідірік таққан ыржалаң еткен бір орыс әйел шығып, қасыма жетіп келіп, тергей жөнелді. Кімге келдің? Кімге келдің? Неге үндемейсің? Анарға. Кімі боласыз? Інісім. Бәрекелді, танысып қоялық. Атым Ольга Павловна. Әпкеңіздің адвокаты боламын. Бізде керемет жоспар бар. Сараң жездеңіз ажырасқанда пәтерін шешесінің атына жазып жіберген. Соны алып беремін. Сіз біздің командамызға кіресіз ғой. Не айтарымды білмей састым. Жүзіне зер салып едім. Қалың көзілдіріктен жанары көрінбейді. Аузы бір жағына қисайып кеткен. Иә де бергенім сол еді. Тағы біреу келді. Әукесі шығып кеткен толық денелі қыз бала. Қанша мол денелі болғанмен бет жүзінен 30-ға толмағаны көрініп тұр. Ағай, мен сурет салам, көріңізші, тез көріңізші. Қазір медбикелер көрсет тартып алады, деді. Өзін Әлиямын деп таныстырды. Қыз киімнен тартқылай бастады. Оның суреттерін көремін дегенде, үшінші біреу кеп темекі сұрай бастады. Бұл үшеу мені бағанағы медбике сияқты арашалап алды. Барыңдар бөлмелеріңе деп айғай салды. Көзі қысыңқы әйел. Үшеуі зып беріп келген жақтарына тарады. Бірер минуттан кейін тәпішкесін сүйретіп Анар келді. Екеуміз кездесу бөлмесіне кірдік. Үстелге алып келген тамақтарын шығардым. Аларап бір қарады да басын изеп қарағандай амандасты. Тамақ жедім. Ең жуып темекі тауып жүрмін. Шылым алып келмедің ме, деп басын үстелден көтермей. Қалтамдағы жарты орап темекімді үстелдің үстіне қойдым. Екінші қолымен кенттің пачкасын қалтасына салып алды. Көрші үстелде қызына тамақ беріп болып, деп ыдысын жинай бастаған жасы 60-тағы әйел адам телефон пакетті сытырлата бастады. Анар әлгі кісіге жалт бұрылып, пакетіңді сытырлатпа жина, деді. Қазір мына қасықпен шұқып аламын, деді айғайлап.
Маргарита Сергеевна не айтса да қарсы сөйлемеңіз деп ескерткен. Үндемедім. Көрші апа да сөйлеген жоқ. Тек бағанаға көзі қыстыңғы медбике жетіп келді. Анар, тыныштық па, не боп қалды деді. Тыныштық деді. Несі тыныштық? Мен мына жерден қашан шығам деді. Қайда сығасын? Дұрыстап емделіп ал деді. Жұмыс істеуім керек. Наурыздың 10-ы қызымның туған күні. Сыйлық жасауым керек деді. Емделіп шықсаң, сол сыйлық деді. Оныңыз рас дегендей әпкем басылды. Тойдым дегендей алдындағы тәрелкені бір жаққа ығыстырды. Мені бір жағынан жынды қылған Айсамал. Әкемнен айырдың, үйсіз өстім деп ылғи миымды жейтін деді. Тіл қатпадым. Әпкем екеуміздің қып-қысқа бірге отырған осы сәт мәңгілікке айналғандай. Бұдан әрі үнсіз отыруға болмайды дейді ішкі даусым. Анар, бәрі жақсы болады. Дәрігермен сөйлестім. Ертең-ақ емделіп шығасын деді. Мен мына жерде адам болмаймын, білейсің ғой. Мамамның да осында қайтқанын. Айсамалға да сенің үйіне де бармаймын. Мен шатырда тұра беремін. Анар көзінен аққан жас пен мұрнына торған сораны елейтін емес. Солқылдап жылай берді.